Сәлеметсіңдер ме балалар? Дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ежелгі ата-бабаларымыз. Бүгінгі сабақта сендер ежелгі ата-бабаларымыз сақтар туралы білетін боласыңдар. Сақ ханшайымы Томириспен танысасың, және де алтын адаммен таныс боласыңдар. Балалар, мына суретке зер салып қарайық. Суретте не көріп отырмыз? Суретте біздің ежелгі ата-бабаларымыз сақтар қонысы. Сақтар деген біздің ежелгі ата-бабаларымыз болған. Бір сөзбен айтқанда, өте ежелгі ертедегі адамдар. Олар біздің жерімізде қоныстанып өмір сүрген. Олар көшпенді халық болған, елін, жерін жаудан қорғаған. Бұл сақ патшайымы Томирис. Сақ ханшайымы 5 жасында атқа мінген, 6 жасында қолына қылыш алған сақ патшайымы Томирис бұл балалар. Сақ ханшайымы Томирис батыл, ержүрек, әрі сымбатты болған деседі. Ол парсы елінің патшасы Кирден өз жерін қорғаған батыл да батыр, ержүрек сақ ханшайымы болған. Томиристі Тұмар ханым деп те атаған. Тұмар ханымның жалғыз Спаргапис атты ұлы Кир әскерімен шайқаста қаза болған. Мына суретке назар аударайық балалар. Сендер бұл жерде алтын адаммен танысасыңдар. Тағы да бір сақтың ержүрек ер жігітімен таныс боласыңдар. Алтын адам ерте заманда сақ тайпасы өмір сүріпті. Тайпа көсемінің алтын айдар атты ұлы болыпты. Күндердің күнінде елге жау шауып, алтын айдар туған жерін қорғауға аттаныпты. Ол көптеген ерлік жасапты. Қайтыс болғаннан кейін батырды алтын сауытымен жерлепті деседі. Балалар, археологтар 1969 жылы Алматы маңындағы Есік қорғанынан осы алтын адамды тапқан. Археолог дегеніміз ежелгі қалаларды, ежелгі адамдардың мүрдесін тауып қазып зерттейтін адамдар, археологтар деген. Сонда жаңағы батыр алтын айдар ұлын өзінің ерлігіне тамсанып, алтын сауытымен жерленген деді. Археологтар осы алтын сауытпен жерленген батырды тапқан екен. Сол алтын адам 4000-ға жуық алтын әшекейлермен безендірілген екен. Ер қаруы 5 қару дейді. Балалар, сол ежелгі сақ тайпасының жауынгерлері мынадай елін жерін қорғау үшін мынадай қарулармен қаруланған екен. Шоқпар, айбалта, найза, қылыш, садақ деген секілді. Елімізді, жерімізді қорғаған батырлар осындай қаруларды қолданған екен. Сондықтан да бұны ер қаруы 5 қару деп атаған себебі сол екен. Сонымен балалар, біз бүгін сақтар туралы түсінік алдық. Сонымен біздің ежелгі ата-бабаларымыз сақтар дұшпанға қатал, досқа адал болған екен. Әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық болған. Жақсы шабандоздар болған. Ержүрек батыр болған екен. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көр. Сақтар қандай көлікпен жүк тасыған? Қазіргі кезде көліктің қандай түрлері бар? Болашақта қандай
көлік түрлері пайда болады деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап беріп көр, балалар. Сонымен бүгінгі біздің сақтар туралы біліміміз, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.